Так, студент Саппаров, типа АКПР, бізде бүгін лабораторная работа светофор қолдану арқылы біз Arduino мен Lavlio и одағы Linux қолданып светофор істеу. И бастапқыда бізде Arduino, как обычно, бізге Arduino платаны өзі керек болады, одан кейін светодиодтар и резистор. Біз бастапқыда Linuxті орнатып аламыз өзіміз VPN арқылы. И потом орнатуға осындай өзім жаңағы бастапқыда бірінші сегізінші тоғызыншы лабораторный работа байқағанда Arduino деген сияқты макер хаб деген шығатын болады. И соны қолданып бізге керекті функцияларды қосатын боламыз. Ең бастапқыда мына жерде көрсетіліп кеткен лабораторный работада бізде менюдің ішінде макер хабтың ішінде Linuxті қолданатын боламыз. Так, біз аламыз макер хаб, Linux, и опять Linux. Так, одан кейін біз serial портты қосамыз. Control. Serial портты қосамыз. Енді көрсетілген бойынша лабораторный работа бойынша істейтін боламыз әрине. Serial порт, одан кейін біз кей структура while loopты қосатын боламыз. Структураның ішінде while loopты аламыз. Так, более нақты көру үшін үлкен оғашқа тырыса беремін. Нақты әрі четко көру үшін. Direkt көрінді деген ойдамын. И одан кейін біз Linux жалғабымыз. И одан кейін бізде мына жерде көрсетіп тұрғанда меню макер хабтың ішінде, оның ішінде preferi digital и потом ішінде write деген digital write шығарып аламыз. Так, макер хаб, Linux, digital write. И бұны бізде көрсетілген бұны one chain'нен n chain'ға ауыстырамыз. И бұны біз соответствиелерге жалғайтын боламыз. Так, так. Так. Көрсетілген лабораторный работа бойынша істейтін боламыз әрине. И одан кейін бізде build array тартып келгенін көреміз. Бізде тура осы build array арқылы біз пиндарды жалғаймыз. Көрсетілген 11, 12, 13 пиндарды жалғағандай. Так, біздің бірінші array, бізде arrayдің ішінде орналасқан. Build array, потом оны бізде 3 пин керек болған үшін аламыз. Потом бұған create control. Так, constant. Одан кейін тағы да біреу бастапқыда айтып кеткендей бізге 3 пин керек болғанда ол бізде көрсетілгендей бұл 12, 13, 11. 11, 12, 13. Иә, мына жерде көріп тұрғанда бұл бізде dpl-ді қолданып отыр. И біз бұны алып, мына жақта бізде do channel'ға қосатын боламыз. Көрсетілген не бойынша. Иә, мына жақта do channel. Одан кейін біз кей структураны ашып, бізде көрсетілген бағдарлама бойынша кей структураны ашатын боламыз. Кей структура, точнее, создавать ететін боламыз ғой. Так. И бізге және де enum қолданған, enum констант қолданған байқай аламыз. Так, бізде оны қолданамыз. Значит, қолданғанда біз бастапқыда бұны сыртқа шығарып жібереміз. И мына жерде біз бұған неге шет регистр қолданатын боламыз. И одан біз бұған қосатын боламыз, точнее. Ең бірінші бізге керек әрине біз бірінші зеленый, green, точнее. Так. Тағы да қосамыз бізде желтый. Тем более де бізде видеода көрсеткенде үшеу қолданылған, ал біз бұл жерде төртеу қолданып отырмыз, чтобы бізде светофор кардинал істеу үшін. Так, бізде бұл жерде желтый 2, және де желтый 1. И бізде красный қолданатын боламыз. И бізде красный бастапқыда орналасатын боламыз. Так, бұны жалғаймыз. И бұны shift регистрге жалғайтын боламыз. Shift регистрге
Sheet register'dan biz bunu бастапқы өзімізге case структураға келіп орындаймыз. Case структураның ішінде біз тоже enum'ды қолданатын боламыз. Enum'ді біз олар ішіне әкеліп қолданатын боламыз. Бастапқыда бізге керек классный, классный, классный ішін алайын. Бізде көрсетілгенде красныйдан кейін бізде всегда желтый жүреді, и значит біз бірінші желтый бірді қолданатын боламыз. Желтый бір, одан кейін желтый бірдің ішінде желтый бірден кейін бізде обычно, конечно, зеленый жүру керек болады, жасыл жану керек. И потом бізде так, бізде так, біз мына жақта қоспаған екенбіз ғой еще. Так, желтый екі, и еще зеленый бір. Biz anaqa желтый bir қостық, желтый бірдің ішінде зеленый қостық. Енді зеленыйдың ішінде біз қосамыз желтый екіні. Желтый екіні, желтый екіні. Желтый екінің ішінде әрине біз красныйды қолданамыз. Тексеріп қоямыз. Бәрі көрсетілген айғайдағыдай әдемі. Біз лаборатория бойынша байқасақ болады то же самое. И бұның ішінде біз тағы да жалғайтын боламыз build array'ді әрине. Array. Build array. Үшеуіне аламыз. Үшеуіне біз true false екенін анықтау үшін қолданамыз. Boolean. Так, 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 так. Так. И вот соответствующие бәрінде қолданамыз. Шартын қолданамыз. Мына жақтан біз баллоннан тартып келеміз. Ой, осыны деймін. Бәріне осылай көрсетілгенде жалғап шығатын боламыз. Бәріне жалғап шықтық. Осыдан кейін әрине соответствующий true false қай кезде қайсынан кейін жағатынын жайлы айтып шығамыз. Әйтінші көрсеткенде красный бірінші бізде true, потом false. Так, false. Так, желтыйда бізде соответствующий false true. False, true, false. И зеленый бізде false, true. Онда. That's one. И желтый бізде так, ойдағыдай істеп шықтық. И осыдан кейін әрине біз нені жалғайтын боламыз, индекс аррейді жалғайтын боламыз, ол бізде преобразование жасау үшін. Так, бұл біз әрине мында болмасын, индекс аррей. И бұл бізде үш неден тұрады болды. Үшінші жалғайтын боламыз. И бізде болған конечно керек болады. Үш бұл red. Біз конечно фронтендке айтамыз. Так. Ja, onzekheid with the forms. I should stop the work for the create control. Boolean with no content. Right. Oh. Machine. Сары қылып отырсам
и 16 болушар. Bizde de аяғы үзіліп кеткенін байқай аламыз. Сондықтан осы жерден бастап жалғастырамыз. Тура жаңағы сөз просто кішкене 10 минут асып кеткеннен кейін видео бізде кішкене не болып қалады. Жалғастыра берейін сразу. Так, разница байқалады. Енді мұнда да біз тура то же самое істейміз. Бұнда бірақ бізде болу керек. Жоқ, бұнда дұрыс. Бұнда соответственно бастапқыда бізде красный болу керек. Тисе жалғасып кеттім. My bad. Енді бұяқта тұрған бәрін алып кеп сөздердің орындарына қойып жалғаймыз. Так, и біз мына жақтан шығатынкілерді маған жалғайтын боламыз әрине. И біз бұнда және де қосу керекпіз. Макер хаттың ішінде линкс. Линкс ішінде close әрине. И бұның ішінде error out. Бұның ішінде не Ой. И бізде және де жағдайда жазу керек боламыз. Тағы бізде под конец орындалатын функция бар. Бұл бізде, конечно, simple error дегенді орындайтын боламыз. Simple error handler. Так, так, search. Simple error handler. Жалғаймыз. Әрине жалғадық, потом бізде wait керек. Біз wait timing. Мысалға кетеміз. Control дәл солай. Қателеспесем бізде осы жерден тоқтайды. И front endте біз істеу керекпіз осыны. Replace создать веб-знаменник и потом где-то қоямын. И бұны үлкейтеміз соответствующий. И пропись stack hash. Так, мына жерде чуть-чуть ошибка орындалды. Біз ошибка мынада бізде қатты білінбейтін мушкені. То есть там же красный, желтый, зеленый, желтый, красный. Көп транзит работа сен тоже соответствующий біз мынадан мында болады. Келесі біз Arduino'да істейтін боламыз. Сапарадлен, типа 41, бүгінгі лаборатория работаны біз жалғастыратын боламыз. Бізде қазір аппаратный часть істейтін боламыз. Arduino светофорымыздың. Ал бастайық, бізде бастапқыда Arduino керек болады. Одан бізде панель керек болады, что біз Arduino жалғасын бастапқыда біз өзімізге керекті светодиодтарды жалғайтын боламыз. Қатты етпей қой, просто көрініп тұрса ғой, мен істеп жатқаным. Так, мен қызыл қайдасы, қызыл светодиод. Бәрі соответствующий. Жағын бізде лабораторияда қарап отырып та істесек болады. Әркім өзіне ыңғайына қарай. Алдын дайындалып. Біз енді резисторларды жағдаймыз. 220 вольттық. Әрине. Резисторларды жағдаймыз. Одан кейін біз минус жерге жағдаймыз канадаға. Так. Қызыл бізде 13-те тұратын бет, 11-де тұратын бет.
düştü. Tek жалгап атыр. Көрүп турганыңыздарыңыздай мен жалгап атырмын. Әрине Сапар атлет. Башка ешкім емес. Так, 8, 9, 10, 11. Бірне осып кеткен екенбіз. Жалғап алдық. Енді жалғап алғаннан кейін біз енді өзіміздің немізге лаблю жағдайымызға жалғаймыз. Біз әрине біріншіден лаблюмызды ашып аламыз. Мінекей біздер өзіміз көрсеткен бойынша. Одан кейін біз оны матем арқылы жалғаймыз. Одан кейін біз обязательно прошивка істейтін боламыз. Ол бізде лабораторияда көрсетілген прошивканы қалай жасау керек екені жайлы фреймворк арқылы. И потом мына жақта біз өзіміздің соответствующий унуын жалғаймыз. И потом жалғастырамыз. И одан кейін біз мына жақта рефреш жасаймыз, что қайда жалғап тұрған көрсем бізде көріп тұрғандай порт 8 жалғанып тұр. И одан кейін next. И прошиваться етеміз. Осыны определенный уақыт аралығында күтеміз. Күту керекпіз. Нақты көрсетеді чисто. Әзірге қанша минут бұл? 3 минут ема, 3 минуттық видео. Отырушы еді кеткен. Так, біз енді финиш басамыз. И одан кейін біз өзіміздің емізді жібереміз. И мінекей көріп тұрғандарыңызды бізде жүріп тұр. Все, Сапар атлет.